Günümüzde erişe köңіл kүймен бастаймыз, ya. Бұл үшін тәттілер арқылы 3 топқа бөлінеміз. Келе қойыңдар. бір-бірден келе қойыңдар балалар. Кімге қандай түс түседі, сол өз тобына барып отыра алсын. Тұрғын түс, жасыл түс, қызыл түс келе қойыңдар. Кәне балалар, көзіміздің алдымызда тұрған тобымыздың атын атап шығаршы балалар. Мысалы, Аян, сен тобыңның атауы қандай? Жыл мезгілдері. Дария? Айлар. Толғанай? Апта күндері. Тамаша. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері, айлар, апта күндері екен. Ал жыл мезгілдері бізде нешеге жыл бөлінеді екен? Аян. 4 мезгілге бөлінеді екен. Ал атап шығаршы. Қыс, тамаша отыра ғой. Қыс, Толғанай. Көктем, жақсылық. Жаз, айтөле. Күз, тамаша. Бізде 4 жыл мезгілі бар екен. Қыс, көктем, жаз, күз балалар. Ал енді қыста бізде қандай мерекелер болады? Жаңа жыл болады екен қыста. Көктемде 8-ші наурыз мерекесі болады. Сосын көктемде тағы қандай? 22-ші наурыз. 22-ші наурыз қазақтың жаңа жылы екен. Балалар, бір жылда неше ай бар екен? 12 ай бар екен, тамаша. Ал бір ай кім айтады? Бір айда неше күн бар екен? 30 күн бар екен, тамаша, жақсы. Ал енді Толғанай, сенің тобыңның аты? Апта күндері. Апта күндері. Ал бір аптада неше күн бар екен? 7 күн бар екен. Кәне, кім атап шығады? Кім атайды? Толғанай. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Тамаша, тамаша. Енді балалар, сендердің атауларына байланысты постер қорғаймыз. Мына топ жыл мезгілдері. Дария, сенің тобың айларды топтастырамыз. Толғанай, сенің тобыңа апта күндері. Қазір сендерге сиқырлы қаптаманы беремін. Сиқырлы қаптама. Осы сиқырлы қаптаманың ішіндегі, мысалы, айлар болса, қаңтардан бастап рет-ретімен желіммен жапсырып шығамыз. Қаңтар, ақпан, наурыз деп. Ал енді Толғанай саған апта күндері, дүйсенбіден бастап рет-ретімен жапсырамыз. Сендерге Аян жыл мезгілдері. Кәне желімдеріңді дайында. Тез істейміз. Болған топ, болдық деп, қол шапалақтап белгі береміз. Бірінші Кәне, тапсырмамыз аяқтап болсақ, белгіміз берейік. Мына топ бірінші аяқтады, келесі екінші топ аяқтапты, сосын үшінші топтың жұмысы аяқталды. Кәне балалар, әркім өз постерін қорғасын кішкене топ. Ал Толғанай, сіздерге берілген тапсырма қандай екен? бір жылда 4 мезгіл бар. Қыс, көктем, жаз, күз. Дұрыс па балалар? Шапалақ айтсақты бағаланмаш балалар. Тамаша. Отыра қойды. Келесі. Апта күндері. Апта күндерінің жұмысы аяқталған бірінші. Ал Толғанай. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі,
бар екен. Ал, орныңызға отыра қоямыз балалар. Келесі. Ал, тобыңызға сұрасы. Ал, Дария, топбасшысы Дария. Сұрар. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Тамаша, я балалар. Бір жылдан неше ай бар екен сонымен? 12. Ширату жаттығуларын орындаймыз, я балалар. Сабақтың арасында ширату жаттығуларын орындаймыз. Бір-бірімізге арқамызбен тұрамыз. Музыка ойнап тұрады. Музыканың арасында мен кез келген санды айтамын. Сол өз жұптарына бұрылып бір-біріне көрсетеміз. Я балалар. Ал, бастаймыз. Екі. Ал, келесі. Үш. Болды. Бес. Bir. On. Ширату жаттығудан кейін денеміз кішкене сергіп қалды ма? Я, балалар, я. Жақсы. Жақсы музыка көңіл күйді көтереді, я. Біз қазір эстафеталық тапсырма орындаймыз, я. Шашылып жатқан гүлдердегі есептерді орындап, ыдысқа салып жинаймыз. Әне балалар, үш топтың топбасшысы келе қойды. Топбасшылар бастайды эстафетаны. Бір есеп аламыз. Bir esip alıp çıkaramız. Oradan alalım. Көтер, қолды, көтер. Әдем жазамыз, әдемдеп тұрып жазамыз. Сұлу қылып, көркем. Тамаша, толғанайдың есебі дұрысқа балалар? Ал, бірінші күн түсті дұрысқа. Екінші күнімізде түсті. Кезектесіп, әр топтан кезектесіп шыға береміз. Тамаша. Жарайсыздар. Оламыз енді эстафеталық тапсырма болғаннан кейін жылдан кейін қосып қай топ бірінші жеңеді екен. Айлар тобы бірінші аяқтады, я? Эстафеталық тапсырманы айлар тобы бірінші аяқтады. Қане балалар, от шашу әдісі арқылы. От шашу әдісі арқылы бағалап қойыңыз балалар. От шашу әдісі арқылы бағалап қойыңыз. Бүгінгі сабағымызда не білдік? Не үйрендік балалар? Есеп шарды үйрендік. Атта күндерін үйрендік. Жол мезгілдерін үйрендік. Айларды үйрендік. Ширату жаттығуын орындадық. Сабақ ұнады ма балалар? Я, балалар. Әне, өз-өзімізді бағалап қояқшы арқаға қоятыз арқылы. Тамаша балалар. Бүгінгі жұмыстары өте тамаша. Енді сендерге таратамын. Сабақтың қай сәті ұнады? Соны жазып, апта күндеріне тұрамыз. Bir güzel alып стикерді. Сабағымыздың қай сәті ұнады? Болғанымыз апта күндеріне келіп тапсыра береміз.
Gücüm. Cansa uyandı mı? Bugünkü sabah uyandı mı ballar? Ya. Öyle tamaşa.